Ес білгелі анамның жанары су қараңғы. Нағашы атам да өмірден су қараңғы болып өткенін естідім. Тұқым қуалаушылық па, әлде тағдырдың сынағы ма білмеймін. Бірақ анамның тағдыры осылай болды. Анам бала туар кезде көз тамырлары жарылып, сол сәтте-ақ жанары дүниені бір жола көрмей қалды. Мен оның өміріндегі ең үлкен қуаныш болсам да, сол қуаныш оның жанын қоса ауыртқанын кейін ұқтым. Жас ана үшін мұндай соққыны көтеру оңай болмайтынын білемін. Бірақ анам ешқашан шағым айтқан емес. Ол өмірін маған арнады. Жарық әлемді көрмесе де, маған тек мейірім мен махаббат сыйлады. Оның жүрек жылуы жанымда әрдайым сезілетін. Анамның су қараңғы жанарынан қайсар рухпен ешқашан сөнбейтін үмітті көретінмін. Кейде ол маған оның естеліктерін айтатын, бұрын қандай түстерді көргенін, табиғатты қалай сезінгенін әңгімелейтін. Бірақ ең ерекше әңгімесі менің өміріме байланысты болатын. Сен менің көзімнің нұрысың, саған қарамасам да жүрегіммен көріп отырамын деп айтатын. Анамның әрбір күні ерлік. Ол қолымен менің киімімді тікті, асымды әзірледі. Бізді асырап барлық қиындыққа төзді. Әр қадамын сеніммен басып, біз үшін өмір сүрді. Оның қараңғы әлемінде бізге арналған нұр болды. Менің анамның тағдыры қиын болса да, бәріне төзген қайсар жан. Анамның көзі су қараңғы болғанымен, әкем үшін ол ешқашан кемшілік болған жоқ. Анамның тағдыры қалай болса да, әкем оны ешқашан өзгертпеді, тастамады. Қайта керісінше ол анамды құрметтеп, оған демеу болып біздің отбасымыздың тірегі болды. Әкем нағыз Асқар-тау. Анам қандай күйде болса да қадірлеп сүйе білді. Әкем бізді ешкімнен кем қылмай өсірді. Ол інім екеумізге әрқашан: анаң сендер үшін жарық әлемді көрмесе де жүрегімен көреді, ал мен сендер үшін тек ең жақсылықты қалаймын дейтін. Әкем күн демей түн демей еңбек етті. Ауыл адамдарының малын бақты, егіс алқабында жұмыс істеді. Бар тапқан табысын бізге жұмсап, біздің болашағымызды қамтамасыз етуге тырысты. Анамның көзі көрмесе де, ол оның қолына демеу болып, үй шаруасын бірге атқарды. Мен жалғыз қыз болғандықтан әкем мені ерекше қадірледі. Мектепке барғанда аяқ киімім тозбасын деп өзі жамап беретін. Мені оқыту әкемнің ең үлкен арманы болды. Ол барын салып, мені оқуға түсірді. Қызым, білім сенің өміріңдегі ең мықты қаруың. Саған тек жақсылық тілеймін деп айтатын ол. Әкемнің қайраты мен анамның төзімділігі бізді тәрбиелеп өмір жолын көрсетті. Олардың бірге өткізген өмірі бізге махаббат пен құрметтің шынайы үлгісін көрсетті. Әкем анамды әрқашан қолдады, оның жанындағы жарығы болды. Әкемнің қарындасы өмірден ерте өтті. Екі ұлы Асқар мен Әли жетім қалды. Әкесі болса балаларды жетімдер үйіне өткізуді ұйғарған. Бұл жаңалықты естігенде әкемнің жүрегі ауырды. Ол анасыз қалған балаларды далада қалдыруға шыдай алмады. Балаларымның қамын өзім ойлаймын, деді әкем қарындасының күйеуіне. Асқар мен Әли әкемнің қолына көшіп келді. Ол кезде біздің үйде жағдай мәз емес еді. Бірақ әкем барын сол балалардың ертеңіне жұмсады. Өз балаларынан артық болмаса кем қылмады. Олармен бірге күліп, бірге жұмыс істеп, бірге тамақтанатын едік. Мен де оларды жақсы көрдім. Әкем олардың болашағын ойлап, екеуін де оқытқысы келді. Мал сатып, ақшасын жинап, мектептен кейін жоғарғы оқу орындарына түсірмек болды. Бірақ Асқар да Әли де оқуды жөн көрмеді. Асқар әкемнің жанында қалды. Әкемнің жұмысын бірге істеп, мал бағуға көмектесіп жүрді. Ал Әли қалаға кетемін деп шешім қабылдады. Әкем оған батасын берді. Балам, адал жүр, адал еңбек ет. Бастысы ешкімге жамандық жасама. Қалаға кеткен Әли өз өмірін құрып, еңбекқор жігітке айналды. Ал Асқар ауылда қалса да әкемнің сенімді тірегіне айналды. Әкем екі ұлының да жетістікке жеткенін көріп, іштей мақтанатын. Балаларымның мені сыйлап, адал болғаны маған ең үлкен алғыс, дейтін ол кейде отырып. Әкемнің бұл қамқорлығы отбасылық байланыстың, мейірім мен жанашырлықтың ең биік көрінісі еді. Жүрегіндегі мейірім арқылы ол екі баланың тағдырын өзгертті. Оларға өмірде тірек бола білді. Мен мектеп бітіріп жоғарғы оқуға түстім. Мұғалім мамандығын таңдадым. Анам ауылда. Әкем мен Асқардың қарауында қалды. Бір демалыста үйге келгенде Асқар інімнің үйленетінін естіп қуанып қалдым.
Оның менен бір жас кішілігі бар. Арасында құрдас інім деп қалжыңдаймын. Содан қызы туралы сұрай бастадым. Ол қызбен қалай таныстың, суреті бар ма деп сұрақты жаудырып жатырмын. Ол маған күліп: Айша, асықпашы, өзім де ол қызды көрмедім. Әлия жеңеше ғой, айтып жүрген жақсы қыз, алып ал деп. Кәдімгідей ұялып жүзі төмен қарады. Сосын аяғымен жерді шұқылап: ол қыз 8-ші сыныпқа дейін оқып, мектептен шығып кетіпті. Анасы арбаға таңылған. Сол анасын бағу үшін ешқайда шықпай үйінде отырған қыз екен. Жақында анасы қайтыс болып, жалғыз қалған көрінеді. Сол Әлия кешке үйге келіп айтып кетті. Папа мәз болып қалды, мама да қуанып отыр. Келін жұмсаймыз, қарапайым өзіміз сияқты отбасыдан екен деп. Осы сөзден соң ол қызды өзім сияқты көріп мен де қуандым. Анама жақсы қарайтын келін келеді деп үйді ремонттап жүгірдік. Көп ұзамай келін келді. Асқар ол уақытқа дейін бұл қызбен кездесіп көрмеген болатын. Қызды алып қашуға кеткенде Асқардың жүзі қуаныштан бал-бұл жанып кеткен еді. Енді міне келінмен бірге көліктен түскенде жүзі сынық. Бәрінен де 2 ай бойы асыға күткен келінімді көріп ұнатпай қалдым. Алып қашты деп ашуын көрсеткісі келді ме, әлде мінезіме түсінбей қалдық. Орамал тақпаңдар, мен кетемін, мені неге алдап алып келдіңдер деп шағын қойылым қойды. Асқар да ашуланып: жүр, көлікке мін, дәл қазір апарып тастайын деп дайын тұрды. Бірақ дүңкиген беті безеу басқан қап-қара келінім мені босағаға аттатқызып намысымды таптап қайтадан апарып тастайтындай зат емеспін деп орамалды жұлып алып басына тақты да өзі үйге кіріп кетті. Сол кезде ол 200-лігін көрсетіп қойды. Асқар мұңды. Әлия жеңешені шақырып алып: неге мен келіспесем де ол қызды тастап кетпедің? Мен оған үйленгім келмейді деп ашулана айтты. Әлия жеңешем жалпылдап: қой, олай деме, жақсы қыз, әлі-ақ бақытты отбасы боласыңдар деп Асқардың асты-үстіне шығып әйтеуір Асқарды алдап жатқандай. Асқарды бауырымдай көремін. Мына қызға күйеуі қылуға қимадым. Бірақ бәрі дайындалып, мал сойылып, дастархан жайылып, той басталып кетті. Туыстар жиналып баталарын берді. Әкем мен анам әйтеуір келін түскеніне мәз. Тек Асқар екеуміз көңілсізбіз. Дүңкиген келініміз семіз, аштықтан келгендей алдына қойған тамақты түрін қалдырмай жеп тастады. Ол өзі мәз. Бағана келгенде қалмаймын, кетемін дегенін ұмытып кеткендей. Сол келін келгелі үйден берекеде тыныштықта кетті. Мен оқып жүргенде алып қашудың құрбаны болдым. Ізімнен қуып келгендердің бірі Әлия жеңгем еді. Соны суғаным сүймейді. Мен қаламаймын, қарсылық көрсетсем де Әлия жеңгем: қазір кетсең әке шешеңнің соры боласың, олар ұяттан өледі де қалады, мына үйден кетсең жолың болмайды деп миымды улады. Кейіннен білдім ғой, Әлия жеңгенің туыстар екенін. Сол кезде кетпегенім үшін өкінемін. Барған жерім мені келін емес, күң сияқты қарайтын надан отбасы еді. Бәрібір ол үйден 3 жылдан соң өзімді сүйреп қашып кеттім. Мен келін болған соң көп ұзамай әкем аттан құлады, ауырды. Түскен аурухана диагнозына қатысы жоқ укол салып жүректен кетті. Содан ол мәселені шешеміз деп Асқар екеуміз көп жүгірдік. Тек дәрігер жұмыстан шығарылып ешқандай жаза қолданбады. Әкем солай дәрігердің қателігінен өліп кетті. Сол аралықта арсыз келінім үйде көрші еркектерді қабылдап жүр екен. Асқар да үйде көп болмады. Сот деп қалада жүрді. Ақша жетпей ауылдағы малды сатып қаладан стройкадан жұмыс істеді. 2 айда бір ауылға барып ақша салып отырады. Соның өзінде арсыз келінім ешкім жоқта соқыр енесін бөлмеге қамап еркектермен ыңырсып болады екен. Шешемнің құлағы естиді. Ашуланып келініне: жүгіңді жинап үйден кет, ертең Асқар келсе ұят қылығыңды айтамын деп ұрысқан. Сөйтсе бас салып келінім шешемді төмпештеп: айтып көр, осыдан тұншықтырып өлтіріп тастаймын, сені де шалыңның артынан кетіремін, сен кімсің сонша соқыр неме? Ол уақытта менің өмірім ұрыс керіспен өтіп жатты. Енемнің тілі ащы, күйеуімде жұдырығын ала жүгіреді. Жүкті болсам да қаңғыбас деп ұрып тастады. Балам түсіп ауруханада жаттым. Не артымнан келетін күйеу жоқ. Содан ойланбастан ажырасуға бел будым. Ешкімге ештеңе айтпастан үйге келдім. Кеш батып қалған.
Сағат кешкі 6-ның шамасы. Үйге келсем есік ілулі тұр, тартсам ашылмайды, ішінен ілінген. Терезені қақтым, ешкім ашпайды. Ұйықтап қалған деп ойладым. Анам да есік аша алады, бірақ көрінбейді. Терезе жағалап келінімнің бөлмесіне келдім. Жапқышы дұрыс жабылмаған. Қарасам келінім жалаңаш. Еркектің үстіне отырып алып, оны қайта-қайта қоздырып ыңырсыған күйде төсек ләззатын алып жатыр. Жаңа бастаған сияқты бұл істерін. Білмеймін, қызыққа тағы қарамадым. Бұл жолы еркек оны тағы мезгіл-мезгіл соққылап жатыр. Басында ол еркекті Асқар шығар деп терезе қақпадым. Бірақ әлі де қарап тұрғаннан кейін барып көршіге еркек екенін көрдім. Ашуланып терезені сындыратындай қақтым. Сонда ғана мені көрді бұл сорлылар. Тез-тез киініп есіктен ашқан бойда көрші еркек ізін суытты. Анамның бөлмесіне қарасам, сыртынан қалың тоқтың сымымен байлап қойыпты. Ашуланып келінімнің шашынан жұлып, ол да қалыспай екеуміз үйдің астан-кестеңін шығарып төбелестік. Бізді көретін ешкім жоқ. Ол бөлмесіне кіріп тығылды. Ертең көзін жоғалтатынын айтып, есігін іштен құлыптап алған. Анама барсам, байғұс бүк түсіп жылап жатыр. Ешкімді жылатпап едім. Қай күнәм үшін осындай жағдай болды деп кеңсемдеп жылап жатты. Анама қосылып өзім де жыладым. Әкем кеткелі бәріміз бақытсызбыз. Бұрынғы қуанышты күндерімізді әкем өзімен алып кеткендей. Таң ата әлгі арсыз бөлмесіндегі заттарын алып тайып тұрды. Әйтпесе тағы төбелесер едім ол сорлымен. Содан ашуым әлі басылар емес. Анама шайын беріп жағдайын жасадым да, мама, үйде есікті іліп отырыңыз, 15-20 минутта келемін, бір шаруам бар деп үйден шықтым. Әлгі сұр жылан үйге кіріп кететіндей көрінді. Неше жылғы ашуымды шығарып Әлия жеңгемнің үйіне тарттым. Әкемнің туған інісінің әйелі ғой. Барсам шай ішіп дастарханнан енді тұрғалы жатыр екен. Ағаммен амандасып болып, Әлия жеңгеме қарап, айтыңызшы жеңше, бізде қалған қандай өшің бар еді, саған не жазып қойдық деп ұрысыпты бастадым. Ол түк болмағандай, үйбай көтек, мына қыз не сандырақтап тұр, жеңеше, күштеп Асқарға жәлеп қатын әпердің, мені күштеп өз туыстарыңның отбасына келін қылдың, сенің бейшара туыстарың мені адам құрлы көрмей, ішімдегі баланы ұрып өлтірді. Дүниеге келмеген сәбиіңнің де кінәсі бар ма еді? Ал ана жәлеп келінің осы күнге дейін анамды ұрып соғып, әр еркекпен үйде тыржалаңаш итерісіп жүргенін қалай білмедің сен, деп айғайлап жыладым. Ағам өте жуас кісі ғой. Қызым деп үйінен алып шықты. Әлия жеңгем менімен ұрысқысы келген, бірақ үлкен ұлы анасын қабақпен ауыз аштырмады. Ол ұлынан қатты қорқады екен, әйтпесе жеңгем мені бір шайнап жұта салатын. Сол бір оқиғадан соң біздер қара шаңырақты тастап көшіп кеттік. Асқардың ауылға келуге намысы жібермеді. Қаладан пәтер жалдап тұрып жаттық. Мен де өмірімді реттеп жұмысқа шықтым. Арада 4 жылдай уақыт өтіп, Асқар екеуміз бірігіп үй алдық. Көп ұзамай өзі ұнатқан, сүйген адамына жолыққан Асқар бұрын тұрмысқа шықпаған қызбен бас қосты. Өте ибалы, жүрегі таза, алтын келін. Анама өз анасындай қарап, Асқарға адал болды. Мен ол кезде отырып қалған қайнапа болдым. Десем де өзім бақытсызбын деп айналама тиісетін жан емеспін. Келінімді келін емес сіңілімдей көріп тату отбасы болдық. Арада 2 жыл салып, мен де жағдайымды түсінетін бұрынғы үйленген еркекпен бас қостым. Қазір шүкір бақытты отбасы болдық. 2 ұлым бар. Келінімде 2 ұл бар. Әрбір мерекеде бас қосып кездесіп тұрамыз. Жақында ауылға қара шаңыраққа әкеме ас беруге бардық. Әбден ескірген. Ол үйде ешкім алмады. Сол күйі әлі тұр. Бақытты балалық шақтың куәсі болған үйіміз еді. Асты әкемнің інісінің үйіне бердік. Әлия жеңешем жүр, аяғын сылтып басып. Аяғы ауыратын дерт екен. Баяғыдай зыпылдап сөйлеуін доғарыпты. Қанша жерден бәрін ұмыттым десем де, Әлия жеңгемді көрген сайын ішім қан жылайды.